Қайырлы күн, құрметті достар. Әдеттегідей сіздермен бірге мен Қансақал Жақсылыұлы. Бүгінгі сіздерге бөлісейін деген жақсы өте пайдалы ақпаратым ерте демалудың пайдасы. Яғни қазір бізде қолдан өзіміз свет жасап алдық, күн жасап алдық. Баяғыдай табиғаттың заңдылығы жоқ. Бұрын кәдімгі ата-бабаларымыз таң атса тұрады, күн батса ұйықтайды. Неге? Өйткені ары қарай тіршілік жалғастыратындай мүмкіндік жоқ, күн қараңғыда өтеді. Ал біз қазір қолдан бүкіл жарты жасап алдық, барлық мүмкіндік бар. Сондықтан да қазіргі проблема осы ерте уақытында табиғат заңдылығына сәйкес ұйықтап демалу, яғни күн батқаннан кейін ұйықтау. Сол бізде өте үлкен проблема. Сондықтан да қазір бұның осы пайдасы және зияндары өз алдына бөлек. Ең бірінші зияны сағат түнгі 11-ден бастап адамның өт жолы жұмыс жасай бастайды. Егер сіз сол кезде төсекте жатпайтын болсаңыз, ренжімеңіз, сіздің өтіңіз жұмыс жасай алмай жатыр деген сөз. Ол өз кезегінде неге алып келеді? Өз кезегінде сіздің өт жолыңыздың дұрыс жұмыс жасамауына. Көп адамдардың қазір өтте тастың пайда болуы, өтті алып тастауы, соның бірден бір септігі соның себебінен болып жатыр. Қазіргі жағдайда өттің алынуы. Яғни өт алыну деген сөз ол уже инвалид деген сөз. Сондықтан да осының алдын алу үшін ең бірден бір нәрсе осы ерте демалу. Жоқ дегенде 11-де ұйықтап қалу, 10-да төсекке жату барынша, қатты бір не болмаса 11-де ұйықтап қалған дұрыс. Одан бөлек мысалға ерте ұйықтау барысында, одан бөлек бірден бастап адамның бауыры жұмыс істей бастайды. Біз қазір 11 былай тұрсын, түнгі 1-ге дейін телефон шұқылап жата береміз. Телефонның өзіндік радиационалдық зияны бөлек, одан бөлек біз организмімізге одан бөлек өтпен бауырға жұмыс істеуіне кедергі жасап жатырмыз. Сондықтан да ерте демалудың пайдасы өте үлкен. Сонымен қатар адам түнде ұйықтаған кезде адамда мелатонин деген гормон бөлінеді. Қазақша айтқан кезде түнгі гормон деп аталады. Яғни ол гормон қай уақытта бөлінеді? Ол гормон сіздің жатын бөлмеңіз қараңғы болу керек, ешқандай жарық сәуле түспеу керек, тыныш болу керек, және ауа температурасы сіздің жағдайыңызға келу керек. Ауа температурасы осы нәрселер өте маңызды. Біз элементарный телефонның жарығының өзі ол гормонның бөлінуіне кедергі жасайды. Сондықтан да сол гормон бөлінген кезде ғана, егер ол гормон бөлінбесе, сіз қанша ұйықтап жатсаңыз да, яғни ұйқыңыз қанған болмайды, азынып тұрған кезде сергек болып тұра алмайсыз. Егер ол гормон бөлінетін болса ғана, сіз кәдімгідей ұйқыңыз қанып, ұйқыдан сергек және құлшыныспен оянасыз. Сондықтан да осы гормонның бөлінуіне біріншіден адам ерте демалу керек, кәдімгі табиғаттың заңдылығына байланысты. Екіншіден, демалған бөлмеңіз қараңғы және температурасы сіздің жағдайыңызға қолайлы және дыбыс неден барынша не болу керек, тыныш болу керек. Сол кезде осы гормон бөлінеді. Осы гормон сіздің денсаулығыңызға да және дұрыс өмір сүруіңізге де өте пайдалы. Сондықтан да тек қана өзім ғана осы нәрсені біліп қоймай, сіздер де осы нәрсені біліп, әрекет жасасын деген ниетпен сіздермен